бәрі тірі, бірақ үн жоқ. Егер сенің жасың 7 мен 16 жас аралығында болса, және сен танымал актер болуды армандасаң, біз сенің арманыңды орындаймыз. Қазақстанның танымал актерлармен бірге бір киноға түсесің. Ол үшін сенің атанаң төмендегі нөмерге хабарлассын. Казпродакшн киностудиясы сенің арманыңды орындауға дайын. Мына сабақ тек бітпей қойды ғой, басым айналып кетті. Менің де күнде бір нәрсе түк те қызық емес. Шынымды айтсам, аптаның соңын әрең күтіп жүрмін. Демалыс тезірек болса екен. Мектепті бір аптаға жапса ғой, шіркін. Ой, жаппайды ғой. Айтпақшы, бүгін бір жақсы жаңалығымыз бар екен ғой. Иә, бүгін Мединаның туған күні ғой. Әйтеуір кешке жақсылап той дейтін болды ғой. Үстелде тәттілер көп болса екен. Мединаның туған күні ата келеді ма? Келсе жақсы болар еді. 2 жылдан бері көрмедік қой, шынымен. Мен тіпті даусында ұмытып қалдым. Соңғы келгенде бізге асық ойнауды үйреткен еді ғой. Есіңде ме? Иә, сол асықтармен әлі ойнап жүрмін ғой. Ата келсе бірге суретке түсіп алу керек еді. Сосын Инстаграмға саламыз да көп лайк жинаймыз. Маған лайк емес, тек атаны өзі келсе ғана болды. Иә. Әй, Ахмет, қайда бет алып бара жатырсың? Таң атпай. Амансыңдар ма? Мына телефоным бұзылып қалып, соны жөндетуге кетіп бара жатырмын. Қазір жұрттың бәрі телефонмен жүретін болған көшеде. Бұрын Қадираменен бірге қол ұстасып жүруші еді. Әй, расы, баяғыда екеуі күндіз де, түнде де қол ұстасып жүруші еді. Я, жақсы адам еді. Жатқан жері жайлы болсын. Иманды болсын, иә. Әй, балалар келмей кетті ғой. Өзі бір 2 жылдан асып қалды ау деймін. 2 жыл болып қалды. Обал болған екен байғұстан. Ассаламалейкум. Уалейкум ассалам. Балам, мына телефоным жұмыс істемей қалды. Тексеріп берші. Қазір. Отыра тұрыңыз ада. Істеп тұр ғой ата бұл. Дұрыстап қараш, маған неге хабарласпай жатыр. Ата істеп тұр ғой бәрі. Онда нағып звондамай жатыр.
Медина, туған күніңмен үлкен бол, ақылды бол, ешқашан жылама. Біз сені әрқашан қорғаймыз. Бүгін біздің кішкентай ханшайым Медина жетеге толып отыр. Өмірің ұзақ болсын, бақытты бол ботам. Менің сіңілім, туған күнің құтты болсын, торт жеген сайын тілегің орындалсын. Армандарың орындалып, әрдайым өйстіп күліп жүре бер, қызым. Аумин ағам. Әпкесінің тәттісі, көңілің әрдайым әппақ болып, жолың ашық болсын. Айтпақшы, әйгерім, есіңде ме, сен бала кезінде осылай сені құттықтап жатқан кезде жылап торттың бәрін бүлдірген ең ғой? Айтпақшы, торт ұмыт кетті. Қазір. Ал. Медина, сен не тіледің? Айтшы енді. Жоқ, айтуға болмайды ғой, білмейсің бе? Салман, сен үнемі қайдағы жоқтарға сене бересің. Рас айтам, айтса орындалмайды дейтін ырым бар ғой. Ой, Салман, айта берсінші, біз естігіміз келтір. Келесі туған күніме атам келсе екен деп біледім. Ата келсе бізде қуанып еді қой. Былтыр да келмеді ғой, қалаға келе алмай ма сонда? Ата біз ұмыт кеткен жоқ па? Жоға, балалар сендер білесіңдер ғой, енді аталарыңа қала кішкене алыстау, алыс жолды көтер алмай ауырып қалуы мүмкін. Қиын болса, біз өзіміз барсақ болмай ма? Я, машина бар ғой, бізде неге бармаймыз? Тортты кесейікті. Тортты кесейік. Қазір. Қонып кетпедіңдер ма? Ой, қой, көрші пәтерде тұрамыз ғой. Біз бір-бірімізге көрші болғанымыз қандай жақсы еді? Я, біз күнде көрсеміз, бір отбасыдай. Бастысы бір-бірімізді жалықтырып жібермейік. Күнде көріп тұрсақ та ренжісуге де үлгермейміз. Балалар, бауыр болу деген ол бірге тұру емес, бірге болу ғой. Ең бастысы мына Медет пен Әйгерім сияқты араларың суымасын. Бір болыңдар, жарай ма? Жолдарың болсын, ертең тағы да келіңдер. Ертең мен сендерге барып ойнаймын, жарай ма? Жарайды, қуыршағыңды бірге алып кел. Келіп тұрыңдар, есігіміз әрқашан ашық қой. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Пока. Балалар, Ал. біз жұмыстан келгенше үй жалтырап тұрсын, жарай ма? Әркім өз бөлмесін жинайды. Егер бәрі тап-таза болатын болса, мен сендерге тәтті алып келем. Жинау деген ең жаман жұмыс қой. Кім соңғы болып бітіреді, сол бәрімізге сок алып береді. Шақырушы мен бірінші алам, талап жүрмендер ал. Кім терезе сүртеді, мені сүрткім келмейді. Кім не істесе де ұрыспай тыныштеңдер, жарай ма? Жарайды. Жақсы. Жарайды, жақсы. Қараңдаршы, мына қоқыстың ішінде бір жыртылған қағаз бар екен. Енді қоқыстың ішінде қағаз жатпай ма? Қызықсың сенде. Бұл хатқа ұқсайды, сенбесеңдер қараңдаршы. Шынымен де хат сияқты, бірақ жыртылып қалыпты. Бәрі жыртылған, тек бір-екі сөйлем ғана қалды. Неге бұны жырт тастаған? Әдейі ме? Мүмкін біреу оқымасын деп шығар. Сонда бұл хатта ата жазған ба, мүмкін хатты жинақтырып көреміз.
Хат өте көп бөлшекке жыртылыпты, бәрі түгел ме? Мен тағы да бір бөлшегін тауып алдым. Так, ұқыптап жабыстырсақ, толық оқи аламыз. Скотчты алып келсе. Құрметті медет балам, және немерелерім, сендерді қатты сағын. Әсіресе кішкентай Мединаның күлкісі әлі құлағымда. Неге қоңырау шалмай кеттіңдер? Ол бізді күтіп жүрген сияқты ғой. Аналарың тірі кезде бәрің бірге келуші едіңдер. Енді бәрің алыстап кеттіңдер. Бұл хат осыдан 2 ай бұрын жазылыпты. Біздің ата сонда 2 айдан бері күтіп жүр ме? Ал мама мен папам неге ештеңе айтпады? Олар жыртып қоқысқа тастапты. Не үшін? Ата, ешкім керек болмай қалғандай сезінме шығар. Біз осына әлгілдерге де айтуымыз керек. Я, Інжу мен Салман да оқысын, олар да білуі керек. Біз қоқыстан хаттадық. Өздерің оқып көріңдерші. Балам мен немерелерім, сендерге деген сағынышымды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Атадан. Ол бізге ренжімеген екен. Ол бізді сағынып жүр. Ата хатты осыдан 2 ай бұрын жазған, бірақ оған ешкім жауап бермеген. Мәссаған, бұл хатты неге жыртып тастадыңдар? Біз емес жыртқан, бірақ біз кім жыртқанын білмейміз. Бізге де жазған болуы мүмкін ғой, ә? Іздеп көрсек қайтеді. Барлық бөлмеміз іздеп шығайық та. Кеттік. Таптым, мұнда бір хат бар екен, кәм берші. Мама, бұл хатты не тығып тастаған екен? Мүмкін бізге айтуға қорққан шығар. Енді не істейміз, оны бір нәрсе қылу керек қой. Иә, ата-анамызға айтуымыз керек. Олар да білуі керек. Олар ренжиттен қорқпайық. Бұл маңызды нәрсе. Бүгін бәрін айтамыз. Бұлай үнсіз отыруға болмайды. Неге бұлай отырсыңдар? Біз мына хатты тауып алдық. Неге атаға жауап бермегенсіңдер? Кән, не хат ол әке? Қайда алыңдар бұны? Ас үйдегі тартпадан таптық. Бұрышында тұр екен. Сонда неге бізді атаға апармадыңдар? Айтпайсыңдар да. Балалар бәрі сендер ойлағандай емес. Неге ақтарасыңдар шкафты? Біз ғана емес, жантөрелер де хат тапқан. Олар дүкен тіпті жыртып, қоқысқа лақтырып тастаған. Ол кісі бізге ренжімеген екен. Тіпті бізді сағынып жүр. Бір ғана сұраған, неге ешкім хабарласпайды деді. Балалар дұрыс айтады. Не істейміз енді? Бұл мәселені медеттің үйіне барып талқылайық онда бәріміз. Жиналыңдар. Жарайды. Хатты тауып алыпсыңдар. О неге жабыстырып қайтадан оқып жүрсіңдер? Сосын бір-біріңе көрсетіп таратып жүрсіңдер. Біз оны байқамай тауып алдық. Тіпті іздеген де жоқпыз. Әлі күнге дейін хатқа жауап бермегені қызық екен. Ол сендерді не жауап береді деп күтіп жүр, бірақ сендерде үн жоқ. Сендер әлі кішкентесіңдер. Көп нәрсені түсінбейсіңдер. Дегенмен бұл хаттың бізге де қатысы бар ғой. Қатысы бар болсын, бар болмасын, үндемей қоя салуға болады ғой. Бірақ ол бізге сағынғанын жазыпты, біз де оны сағынып жүрміз. Ол хатта ренжітетін сөз жоқ қой, сендер неге оған ренжисіңдер? Байғұс ата, хат бізге жетпей қалды деп ойнап жүрген шығар. Болды. Сөз көбейтпеңдер. Телефондарды әкеліңдер. Бол тез.
Енді 3 күн телефонсыз жүресіңдер. Ешқандай видео, ойын, телефон жоқ. Сендердің жазаларың. Қалайша бір хат үшін осылай боларын білген жоқпын. Жарайды. Ауыздарыңыз осылай жапқыларың келді ме? Шын ғана дедіңдер ғой, иә? Болды бандар. Бәлкім барып қайту керек шығар. Әйтеуір бір барып көріп келсек. Жоқ, бармаймын. Осы уақытқа дейін көмектескен жоқ қой бізге. Сенікі де дұрыс қой, бірақ қартайды ғой ол кісі. Қартайса өзінің проблемасы. Бір тиын ақша берген жоқ қой, саған да, маған да. Я, басқа келер болса балаларын үй алып береді. Әкем көріп баса, қазір-ақ бізге таяқ деді. Иә, үй алып берген жоқ. Бірақ ол кезде олардың шамасы да болмады ғой, түсінсейші. Шамасы болмады ма? Біз оқуға ақша таппай жүргенде жүрді ғой өрісте. Қойлар жайылып. Олар аталар ренжулі екен ғой, бірақ үлкенгісі кенесіне ренжиді. Соны айтам, өздері қартаймайтындай. Жарайды, енді біз де ата-анамыз ғой. Біздің балаларымыз да солай ойламасын десек. Сен өз балаларыңа өзің айт. Ал менің балаларым ондай әкені білу тиісті емес. Біз жай бала емеспіз ғой. Біз бәріне жүрміз. Бізге де шындықты айтса болар еді ғой. Аман балам. Маған бір нан бере қойшы. Тек қана ақ нанға алтата бола ма? Жетіп қалады. Жер бере бер. $110 ата. Жетеді екен ата. Міне, насынка. Рахмет. Аман болсын болды. Бұның басқа не қалып тесмейді. Қайтесі енді барлығы сондай болып жатқан. Амансың ба, Ахмет? Амансыңдар ма? Бүгін балаларыңның біреуі келеме деп күтіп едік. Иә, кеп қалама деп үміттеніп жүрмін ғой. Жақсы, жақсы. Күтейік ендеше, күтейік. Ей, Алла, аман болсын ек. Балаларының келмей қойғанына көп болды ғой деймін, Кемпір өлгенде балаларында малын бермей қойыпты. Содан олар ренжіп кет қалған көрінеді. Содан бері аралары суып кеткен дейді. Ішім пісіп кетті ғой. Одан Мейсекке барғанымыз дұрыс еді. Демалыс болғаны ұнайтын еді, бірақ телефонсыз демалыс ішті пыстырады екен. Біреуміз ойын ұсынбаса отыра береміз. Давай ойын ойнайық. Тоғызқұмалақ ойнаймыз ба? Үйде ескі тақтасы бар. Бәрін ұйықтатып жіберетін ойын емес пе ол? Мүмкін аулаға шығып доп тебейік, зато қимылдаймыз. Маған доп ұнамайды, бірде-бір гол соға алмаймын. Үйдің ішінде тығыспақ ойнаймыз бәлде. Тығыспақ ойнасақ дау болады өткендегідей. Одан жаты келгенде ғой, қызықтың бәрі сона басталатын еді. Я, атаның қызық әңгімелерін естігім келіп тұр. Атаның келмейтіні өкінішті-ақ, өзіміз бара алмаймыз. Ата-аналарымызға ауылға баратын бір себеп керек.
Медина ұйықтап қалған шығар. Медина? Жоқ ол, ол біз келгенше ұйықтамайтын еді ғой. Бізде Малик емес па ұйқылас? Иә, расында да, Малик қой. Жоқ, қот. Не істеп жүрсіңдер? Ештеңе пап. Жай серуендеп жүрміз. Подъезде серуендейсіңдер ме? Далаға шығуға ерініп қалдық. Осы жердің ауасы керемет қой. Сендер осы біресе білдіріп жүрген жоқсыңдар ма? Жоға, біз ештеңе білдіріп жүрген жоқпыз. Осыдан бір нәрсе шықса мына өздерінен көрем. Ұқтыңдар ма? Жарайды. Үлгердік қай әйтеуір. Сәті түсті. Иә, үйге кіргенді тез. Да, тыңдап тұрмын. Иә, мен. Немене? Қашан? Иә. Жақсы. Телефон қуаттағышын алдың ба? Иә, көлікке сақ қойдым. Жарайды, болды. Ернар қайда? Ернар қазір заттарды алып түседі ғой. Онда сендер жүре берсеңдерші, біз жетіп аламыз ғой арттарыңнан. Қол, жарайды. Ал, жол болсын. Сендерге де. Бәрін отырдыңдар ма? Иә. Біз олға баратын болдық. Айтқаным келді ғой. Иә, бірақ бұл біз үшін өте ауыр жағдай ғой. Әке, терезені жауып қояйыншы. Жап, қызым, жап. Жол ұзақ па өзі? Бірінші ұйықтап қалсам ше? Ой, ұйықтай бер. Жол 5 сағат болады. Жарай. Мен өзім саған суретімді атама көрсеткім келген. Әке! Қақасыз? Мен баласым ғой? Баласы болсаңыз қайтейін? Неғып кешіп келесіз? Молдеке?
Әйгерім есінде ма? Мына қақпаның кілтін жоғалтып алған еді ғой. Сол кезде мектептен келіп мені сөмде құлап қалған едім, қолымды сындырып. Сен де талай бұзықтық көрсеттің еме деді. Мектептен келген сайын осы жерде күлімдеп күтіп отырушы еді бізді. Шиет алды қараш. Осыны әкем екеуміз еккен едік. Иә. Аула сол бойы дым өзгермеген. Тек әкем жоқ, иә? Қанша жыл өтсе де, еш нәрсе өзгерген жоқ сияқты. Иә. Еркелігімді көтеріп, иә, жылаған сайын ерінбей жұбатып отыратын еді ғой. Қазір үйге кірсем, төрде әкем күлімдеп қарсы алатын сияқты. Әйгерім, қараш. Мынау есіңде ма? Екеуміз мал бағып жүрген кезіміз ғой. Әкеміз сыртымыздан түсіріп алған еді ғой. Сен сол кезде өгізден қашып, ағаштың үстіне шығып кеткен едің ғой. Ол өгіз емес, нағыз бұқа еді ғой. Әкем өтірік алдап, сен батырсың деп алдына салып қойған еді ғой мен. Атамда бұқа мен өгіздері көп болған екен, иә. Мына суретке қараңдаршы. Біздің тойда түскен сурет қой, мынау әкеммен вальс билеген. Кәні көрсетіңізші. Күлкісі өз ерекше екен. Әкем ол кезде жас екен, көзі қандай мейірімді. Атам күлген кезде бүткіл ауыл тыныштық табатын еді ғой. Алма сурет қай кезде түскен? Қайсы? Ол біз түгендеп жүрген кездеріміз ғой. Әкеміз бізді алғаш мәрте еңбекке баулыған кезі. Сонда атам сіздерді еңбекке бала кезден баулаған ба? Иә. Әкем үнемі айтып отыратын еді, еңбектің наны тәтті деп. Сол кезде қадірін де, мағынасын да түсінбеппіз ғой, сол нәрсенің енді біліп жатырмыз ғой. Атам мені үнемі арқалап жүретін еді, суреті бар ма екен? Көрсі. Міне, мына бетте шығар. Міне, мынау сенсің ғой, иә? Жоқ, бұл мен сияқты, бірақ Мединада болуы мүмкін. Қараңдар, барлығы әкесінің көлеңкесінде өскендері көрініп тұр. Бұл тек қана альбом емес, біздің әкеміздің ісі ғой. Егер нағыз соғыс басталса, мен осыны өзім қарым етіп алар едім. Деп қойып, ол горячий. Сен жауға шабылмайсың, өйткені көрші тоқтадан қорықпаған жоқсың ба сен? Тауық емес, әтеш. Айырмашылық бар. Әтештің көзі жалмауыздың көзіне ұқсайды. Тоқтаңдаршы, тыңдаңдаршы. Ана сандықтың ішінде не бар екен? Қалай ойлайсыңдар? Карта, немесе алтын, мүмкін атамның жасырын радиосы шығар. Радио болса, мен ол туралы тикток түсіремін. Қорадан табылған қазына деп. Бірінші, кілтін тауылайық. Көріп тұрсыңдар ғой, құлпы тұр екен. Сосын көре жатармыз. Сосын, осыны ашқан соң ешкімге көрсетпейік, жарай ма? Жарайды. Мына апам тарағымен шаштарап қачайым айнап кетсен, я? Қан? Көрінші. Қараш, мен шашым атам шашы сияқты пыжырайып тұр. Қыздар қарандаршы, мына көйлек маған жараса ма? Бір күні осындай мектепке киіп барсам. Ой, сені охрана кіргізбей қояды ғой, Мұрашида қашып келді деп. Қыздар өскен соң бәріміз актриса боламыз, сосын осы сәтті есімізге аламыз. Біз и так актриса болып жүрген жоқпыз ба? Қазір мен жолым керек. Браво! Сезімсіз сезім сериалына басты рөлге алындың.
Қыздар, біз кино түсірсек атын не деп қоямыз? Қыздар және құпия тарақ бәріміз бас тілде. Соңғы рет көріп дидарласып сөйлесіп қалуым керек еді. Білген жоқпын. Ішім өртеніп отыр. Мен әкеме мал бермедім деп ренжіп жүрсем, қазір сол малдың түк те қажеті жоқ. Әкеміз жанымызда болса ғой. Жаным-ай. Ура! Ата, құшақтап қояйыншы сізді. Ата, құшақтап қояйын. Ата, біздің пранк керемет болды, я? Ата, мен сізді сағындым. Сіз әкелген қуыршақ сондай әдемі болды. Ата, бізден сізді ешқашан жалғыз қалдырмаймыз. Ата, көрдіңіз бе, біз бәріміз келдік, ал сіз оған сенбедіңіз. Ата, бұлай жасау жынды идея болды, я? Айнала. Әке, осыншама жасқа келіп, осылай әзілдесуге қалай дәтіңіз бар да? Әке, сіз ұялмайсыз ба? Біздің қандай күйде болғанымызды сіз білесіз ба? Ойбай ау, мен өлмесем сендер осы үйге қайтып келер ме едіңдер? Біз сіздерді осында жинау үшін осылай жасадық. Атам терезеден қарап тұрған, ешкім келмеген соң. Сіздер оған 2 жылда бірде-бір хабарласқан жоқсыздар. Бұлай жасауға бола ма? Атаға бір рет болсын хабарласуға болады ғой. Сіздер қартайғанда біз де сіздерге осылай жасасақ не болар еді? Ой, айналайындар ау. Қой, келіңдер. Сендердің естерің дұрыс па? Бізде ерігіп жүрміз ба не сендерге? Кім бұны ұйымдастырған? Кімнің идеясы? Бұлай болған еді. Балаларының келмей қойғанына көп болды ғой деймін, Кемпір көргенде балаларында малын бермей қойыпты. Содан олар ренжіп кетіп қалған көрінеді. Содан бері аралары суып кеткен дейді. Дұрыс. Балаларым-ай. Болмас. Балам, мынау такси ма? Ассалаумағалейкум. Иә, такси аға. Қалаға барасың ба? Иә, барам, отыра беріңіз кеңіз. Бір-екі адам ал болайын. Ай, бәрекелді. Кім бұл тағы? Ата-аналарымыздың жұмыстан келуіне әлі ерте ғой. Мүмкін көрер шығар, анашым келеді деп айтқан. Мен қарып келе салайын. Мүмкін бір маңызды нәрсе шығар. Ата? Ой, боталарым менің балаларым. Иә, мені білмейді. Айналайындар, кәні құрам. Аға, мен сендерді сағындым ғой. Міне, саған. Кішкентайым менің. Мен дәл осындай қуыршақ армандаған. Ой, құдай айналайын. Ата, сізді көрмегелі көп болды ғой. Бәріміз сағындыңыз ба? Иә, мені сағындым ғой. Түк күтіп, өзіңіз келдіңіз ғой. Сізден ят болды. Біз де сізді сағындық. Бірақ біздің әке-шешеміз алға жібермейді ғой. Ол рас шырақтарым. Кейде ойлаймын, осы мен өліп кетсем, хабар ошарсыз кетер ме деп. Ата, уайымдамаңыз, біз өскенсін жиі келіп тұрамыз.
Олай айтпаңызшы ата, жамандық шақырмасаңыз, сіз бізге әлі керексіз ғой. Айналайна дегенмен мен денсаулығым сыр беріп жүр ғой. Ата, сізге қазір ауыр болып жүрме? Көңіліңіз де жаралы сияқты. Иә, қазір өліп кетсем, сендердің әке-шешелерің білмейді қалар еді. Ауылда жалғызсырап қалғандаймын. Біз сізге көмектесе аламыз. Бірдеңе ойлап табайық. Егер олар сізді жоғалса ғана еш жереді. Так, егер сіз жоқ болсаңыз, олар ауылға баруға мәжбүр болады. Ата, біз сізді тірідей жоқ қылып көрсекші. Я, бұл жақсы идея. Бәрін өзіміз ұйымдастырамыз. Ата қайтыс болды деп айтамыз. Сонда олар ауылға баруға мәжбүр болады. О, шырақтарым, сендер бастарың не болып кеткен? Мен сонда тірідей көмбексіңдер ме? Жоқ ата, жерлемейміз, жай ғана өтірік айтамыз. Сонда бәріміз ауылға барып, жаныңызды аламыз. Егер менің өлгенім оларды ауылға апарар болса, онда бұл менің соңғы амалым шығар. Уайымдамаңыз ата, біз бәрін ойластырамыз. Неге ешкімге айтпаңыз, бұл біздің құпиямыз. Жарайды, мен сендерге сенемін. Болды, бұдан жақсы идея жоқ. Тек бәрі жоспар бойынша жүрсе болғаны. Көкем бірден сенбей қалмаса жақсы болар еді. Бірақ менің жүрегім біртүрлі қобалжып тұр. Ой, бұл жай бір сынақ. Бәрі жақсы болады. Көке қазір келіп қалса ше, не істейміз? Терезеден қарап отырсақ көреміз. Балалар, кеш болып қалды, тездетейік. Әкем келетін уақыт болып қалды. Қой, мен де ауылға қайтайын. Қайтайын. Бұл әкем болуы мүмкін. Тез атаны жасырайық. Онда ана бұрышқа жасырайық. Не болып қалды? Не істеп жүрсің? Ештеңе пап. Жай серуендеп жүрміз. Әке, ақымақ болған балаларыңызды кешіріңіз. Иә, біз қатты кеттік. Бізге ренжімеңізші. Сізді түсінбегеніміз үшін ұялып тұрмыз, әке. Бізде бәрі бар ғой, негізі тек жүректің жылылығы жетіспей жүр екен. Мен сендерді кінәламаймын. Заман басқа. Шын жақын адам алыста жүрсе де жүректен кетпейді. Мен өлмедім. Тірімін. Шүкір. Бір күнім қалса да балаларыма ренжіп кеткім келмейді. Сендерден маған жалғыз ғана бір нәрсе керек. Бұл сендердің көңілдерің, маған бөлген уақыттарың. Себебі мен сендерді көрмесем, сағыныштан жүрегім жарылып кете жаздайды. Маған ренжімеңдер. Аналарың қайтыс болғанда қолдағы малдардың бәрін сатып, ауыр науқастағы балаларға бөліп бердім. Оларға қарағанда сендердің күндерің әлде қайда жақсы ғой. Ата, сіз нағыз батырсыз. Сіздің істегеніңіз екінің бірінің қолынан келе бермейді. Егер біз бұны ұйымдастырмасақ, осылай тату-тәтті дастархан басында отырмас едік. Ата, біздің жанымызда болғаныңыздың өзі біз үшін бақыт. Енді сізді ешқашан жамандыққа қалдырмаймыз. Ата, мен ойымша сіз бөлген қаражат көптеген балалардың өмірін құтқарды. Ой, айналайын, рахмет сендерге, рахмет. Әке, енді жасыңыз келді ғой. Қалаға бізбен бірге тұрсаңызшы. Біздің үйге келіңіз. Ура! Енді ата бізге күн сайын есек оқитын болады. Иә. Ал бізге ше
Ертең айтасыз ба? Мүмкін біздің үйде тұрасыз. Жоқ, ата, біздің үйге келіп тұрыңызшы, мен сізге қуыршақтарын көрсетем. Балалар, сендер аталарың келмей жатып таласып жатырсыңдар ғой. Біз көршіміз ғой. Екеуі де кезек-кезек жүре береді. Сендерге ауылда қалыңдар, осында тұрайық деп айтар едім. Бірақ тіршіліктеріңді қалада дөңгелентіп отырған соң жолдарында байлағым келмейді. Сендердің қастарыңда, балалардың ортасында жүре берейін. Ауылда бәрібір жұмыс жоқ, қызық та жоқ. Қаласаңдар, үйді де сатайық. Жоқ, әке. Бұл біздің қара шаңырақ қой. Балалы шағымыздың естелігі. Қалада істеп жатқан тірлікті осы ауылда да жасауға болады. Негізі қаладан бәріміз шаршадық қой. Болашақта балаларды аяқтандырып, бәріміз осы ауылға келіп тұрғымыз бар ғой. Ай, мен жерде күй бала қойды. Сыртта отын жарып жүрген. Сәлем достар, Тас Продакшнның кастингіне келіңіздер. Бізбен бірге үлкен киноға түсіңіз. Өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар.